Құрметті достар, бізде пенобетон кәсібімен таныстыратын Қуаныш мырза минимально 3 миллион теңге керек. 3 миллион теңге керек. Жалпы бұл кәсіптен жеке сіздің бір айлық табысыңыз қанша? В среднем 40% таза пайда түседі. Қазір 1 700 000 кірді маған осы айда. Қайырлы құрметті достар, бұл іскердің жаңа шығарылымы. Бұл шығарылымда біз құрылыс саласын зерттейтін боламыз. Нақтырақ келетін болсақ, пенобетон кәсібі. Егер де сіз немен алсам, ақшам бар, неден бастауға болады деп жүрсеңіздер, дәл осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Айта кететін нәрсе, бұл кәсіп ешқандай тәжірибені қажет етпейді. Құрметті достар, осы видеоны пауза қойып, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Себебі сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте қатты маңызды жаңа видеолар жасауға. Бұл іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Ассаламағалейкум. Құрметті достар, бізде пенобетон кәсібімен таныстыратын Қуаныш мырза. Ассаламағалейкум Дәулет. Жалпы бұл кәсіп жайлы айтып берсеңіз, жалпы пенобетон деген не? Қайдан келді осындай идея және пенобетонмен айналысам деген идея қайдан келді вообще сізде? Негізі шынына келетін болсақ, мен өзім мамандығым бойынша юристпін. Мамандығыңыз юрист. Бірақ енді бұл кәсіпке шыны керек осыдан 3 жыл бұрын осы құрылыс индустриясына жүргеніме 3 жылдан астам уақыт болды. Бұл аяқ асты келдім. Өйткені бұл саланы ешкім танымады. Бір кісіден дастархан басында отырып естіген кезде бір 10 күннің ішінде Алматы қаласына келіп, Тараздан бір жігіт 1 800 000 теңге ақша жасап кеттім деген. 10 күннің ішінде 1 800 000 теңге. Ол 3-4 жыл бұрын. И сол кезден осы идея пайда болды. Басында осы нені зерттедік, саланы. Өзім бір оборудование құрастырдым, үлкен кубовый. Ол оборудованиямен жұмыс істеу өте қолайсыз болды. Енді тәжірибе жинай арқылы, бұл саланы зерттеу арқылы осы аппаратты ойлап таптық десек болады өзіміз. Былайша айтқан кезде. Ресей қаласынан жаңағы мына оборудованияны заказ бердік, өзіміз таптық. Бұл оборудованиямен баста жұмыс істеу өте қолайсыз болды тоже. Өйткені бұл мотор 380. Мотор 380-ге арналған, Мотор 380-ге арналған болдықтағын әрбір объектқа үйге барған кезде, мысалы, утепление бізге түскен кезде пенобетонға, бұл ешкім бізге 380 предоставить ете алмады. Қарапайым үйлерден алатын болса 380 болмайды. В основном бәрінде 220 дұрыс па? Сосын біз бұған 220-мен жұмыс істейтіндей қылып, частотный преобразователь специальный. 380-ді преобразовать етіп 220-ға шығады. Қарапайым кәдімгі удлинительмен салып істей берсе болады, әрине. И сөйтіп осымен жұмысты бастадық десек болады ақырындап. Түсінікті. Жалпы пенобетон вообще не ол? Қандай қызмет атқарады негізі? Пенобетон деген негізінде қазіргі таңда ол утепление. Утепление мысалы жылытуға былайша айтқан кезде. Пенобетондың өзінің маркасы бар определенный. Пенобетон не деген сұраққа келетін болсақ, нені заменять ететін деген сұраққа келетін болсақ, пенобетон ол пеноплекс қазіргі таңда қазақшалап бұрынғы қара топырақты заменять етеді, үйдің төбесін жылыту, және де стяжканы заменять етеді. Мысалы қазір қарапайым халық үй салған кезде неше түрлі технология ойлап тауып отыр. Біреулер лобовойды алып келіп, лобовой машиналардың лобовой стеклосын алып келіп, полға төсейді тағын, үстіне стяжка төсеп отады. Жаңа фундаменттан келген суықты үстіге жібермес үшін. А пенобетон мысалы соның барлығын заменять етеді. Утепление полов, кровли, крыша жаңа. Пол утеплять етеді, крыша утеплять етеді, тіпті пеноблок кірпіш құя алады. Жалпы енді бізде ойда тек қана осындай болып қалған, что крышаға в основном қамыс пен балшық. Бұл оның айырмашылығы қандай бұның? Мысалы, былай айтайын, біріншіден салмақ, екіншіден шумоизоляция, жылулық, общем, сапасы әлдеқайда 10 есе жоғары деп мен сенімді айта аламын. Неге деген сұрақ болатын болса, мысалы, бір шелек қара топырақты алатын болсақ, 30 килограмм салмақ. Оны төгетін болсақ, ол бірақ кучка болады. А пенобетон D300 деген маркасы құйылатын болса, бірде бір шаршы метрге, квадрат метрге 10 сантиметр қалыңдықпен 24-25 килограмм салмақ қана түседі. 24-25 килограмм. 10 сантиметр қалыңдықпен бірде бір квадрат метрге. То есть сол кездегі айырмашылығы бір шелек, бірақ кучка 30 килограмм. Бір кучка ол жарты квадрат болады ма, примерно? Жарты квадратта болмайды ма мысалы? Кішкентай кучка. А бұл бірде бір квадрат метрге 10 сантиметр қалыңдықпен, мысалы 24-25 килограмм салмақ. Ол жеңілдігі. Екіншіден шумоизоляция. Мысалы үйден жаңбыр, бұршақ жауған кезде үйдің іші тыныш болады. И жазда бұл әлде қайда үйдің іші салқын,
ақыста жыл болады. Бұл түсінікті дұрыс па? Андай не жатады? Жәндіктер, құрт құмырсқа, Жоқ, крыса бұл деген экологически чистый материал болып табылады. Бізде сертификат, лицензия лабораториядан өткен, оның бәрі дәлелденген, как положено, қағаз жүзінде. Оған жақындамайды. Жоқ, оған жақындамайды. Бұған цемент, құм, фиброволокно, пеноконцентрат қосылады. Пеноконцентрат ол химикаты болып нетіледі, саналады, бірақ оның неше түрлісі бар. Мысалы, органикасы бар, синтетический бар, оның егер қызықты болса, біздің алған тұтынушыларға мен оны түсіндіремін келешекте. Оған цемент қосылғаннан кейін вино сияқты ол с годами только лучше. Да, ол қатая бастайды. Жылдан жылға цемент қосылғаннан кейін ол қатая береді да, түсінікті па? Наоборот, сапалана береді жылдан жылға. Бұл в целом, мысалы, кешіріңіз, в целом бір жерге құятын болсақ, қанша уақыт кетеді, срогі, бұл қанша уақыт тұрып береді осы үйдің патологы болып, мысалы? Бұда срок службы не ограничен. Не ограничен, да? То есть өзіңіз алып тастамасаңыз, ол тұра береді негізі. Өзіңіз алып тастамасаңыз, кәдімгі фундамент, мысалы, элементарно. Фундамент құйған кезде, фундамент чем больше тұрады, үй салған кезде, тем он твердее. Дұрыс па? Бәленбай жылдан кейін почти монолит сияқты болып кетеді. Ол жаңағы профессионалды құрылысшылардың барлығы біледі, что фундамент көп тұрған сайын ол жақсара береді. Бұл да сол цемент қосылғаннан кейін жылдан жылға тек мына сапасы өзінің жоғары деңгейіне ене береді да. Түсінікті. Жалпы бұл кәсіппен бастау үшін не керек бізге? Ең басты очередь. Ең бастысы 3 миллионнан бастап ақша керек. Минимально 3 миллион теңге керек. 3 миллион теңге керек. Егер бізден алам дейтін болса тұтынушылар. Так, ол 3 миллион теңгенің ішіне не кіреді? 3 миллион теңгенің ішіне біз түгел обучение кіреді, бір объект кіреді сосын. Обучение дегенде не? Біз полностью технологиясын үйретеміз. Жаңағы полдан бастап крышаға дейін қандай плотность құю керек. Ақ қарасын үйретеміз, продукцияның. Лицензия, сертификат кіреді, және де маржасын көрсетеміз. Қалай жұмыс істеу керек клиенттермен мысалышы. Сосын продукцияның әрбір өзінің бір щепетильный продукт, әрбір өзінің ақаулары болады. Соның бәрін көрсетеміз. Нюанстарын бәрін көрсетеміз, технический моменттерін бәрі. И бір объект береміз. Клиентке жалпы сіздер алғашқы адамды клиентті өзі ұстап бересіз, иә? Маржасын өзі алады? Маржасын өзі алады. Түсінікті. Түсіндіреміз, маржасын, процентін бәрі өзі. Бірінші клиент сізден жалпы, гарант. Гарант. Құрметті достар, Алматы қаласында жаз, күн өте ыстық, сондықтан біз осындай помещениеде сұхбатымызды жалғастырсақ. Жалпы байқанда өзіміз шай ішіп отырып әңгімелесейік. Жалпы адамдарды қандай документтер керек осы бизнес бастау үшін? Енді жалпы қайтып айтсам болады, қорықпай жұмыс істеу үшін, легальный түрде жұмыс істеу үшін енді ИП болған дұрыс. Мысалы, адамның өзі үшін де үлкен ЖК-лармен жұмыс істеген кезде де өзі жаңағы договор толтырған кезде де өзі үшін енді қолайлы болады деп ойлаймын. Бірақ бізден алған оборудованияның 80%-і былайша айтқан кезде нелегально жұмыс істейді. Жалпы басқа осындай оборудование сататын магазиндерден сіздердің айырмашылықтарыңыз қандай? Енді пенобетон оборудованиясын сататын заводтар көп, шыны керек. Адамдар да бар, өздері алып жасап сататын. Енді бірақ біздікіндей шартпен сататын ешкім жоқ деп мен сенімді айта аламын. Өйткені біз сертификат, лицензия береміз, түгел оқытамыз. Былайша айтқан кезде біздің технологтар келешекте ол адамдармен жұмыс істейді деген сияқты өзінің мәселелері бар. Былайша айтқан кезде бұл саланың өзімен және де продукцияның өзінің ақ қарасымен таныстырамыз ғой, былайша айтқан кезде. Тіпті жаңағы айтып жатырмыз ғой, бірінші клиентті өзіміз беріп, маржасын да көрсетеміз да. Алғашқы клиенттен осынша маржа табылады көрінді. Жалпы жарайды, оборудование сатып алды, сізде сатып алды. Дальше неден бастау керек? Пошагово түсіндірсеңіз. Оборудование алды. Дальше? Енді оборудование алады. Оборудование алғаннан кейін, енді оборудованияны қағаз жүзінде договор бәрі толтырылғаннан кейін, уже объектқа барады сразу. Бірінші сіздің клиентіңізге барады? Біздің сразу клиентімізге барады. Сояқта пошагово жаңағы бәрін түсіндіреміз. Қайдан неден бастау керек? Қанша пеноконцентрат қосу керек, қаншалықты цемент, қаншалықты құм қосу керек деген сияқты. Солай. Жалпы бұл оборудованияны үйреніп кетуге, мысалы технологиясын үйренуге қанша уақыт керек негізі? Енді былайша айтқан кезде особо ума не надо. Орысша айтқан кезде. Белгілі бір математика бар, сол бойынша салатын болса? Белгілі өзінің технологиясымен түсіндіреді, 2 сағат уақыт. 2 сағат уақыт жетеді? Жетеді. Жалпы кәсіпті бастап кетуге 2 сағат уақыт жетеді? 2 сағат. Түсінікті. Жалпы бұл кәсіптен жеке сіздің бір айлық табысыңыз қанша?
қазіргі таңда енді былтырдағындай емес, былтыр айтып отырмын ғой, именно осындай уақытта біз 5 миллион 600 таза кіріс, таза пайда. Расход бәрін алып тастаған кезде зарплата, сырье, солярка деген сияқты. Демалыссыз күнде жұмыс істедік. 5 миллион 600 кірді. Ол ойлаңыз енді біз одан көп жасай алатын едік. Бізде рабочий сила, жаңа айтып кеттім ғой, и оборудование саны шектеулі болып қалды да. Қазір 1 700 000 кірді маған осы айда. Осы айда 1 700 000 теңге кірді. Таза пайда, расход бәрін. Бір оборудование. Жоқ, бір оборудование емес, менде 3 оборудование жұмыс істеп отыр. 1 700 000 ол 3 оборудование өскен ақша ба? Жоқ, оның біреуі бірде істеді, біреуі бірде істемеді деген сияқты. Заказға байланысты дейсіз. Жалпы осы пенобетон кәсібінде қандай зат істесе міндетті түрде кәсіп жүреді деген. Не істеу керек? Енді тек қана пенобетон саласында емес, әрбір кәсіпте ең бастысы сапаға жұмыс істеген дұрыс қой. Иә, шындық, адалдық, былайша айтқан кезде. Енді біз жаңағы объект басында ең бірінші үйрететініміз сапа. Сапа бар жерде уже табыс бар жерде уже бәрі берекелі болады да, дұрыс па? Самое главное качество ғой. Качествоға жеттің, клиентке жеттің, табыс бар. Табыс бар, иә. Сіздер бірінші клиентті бердіңіздер. Дальше жалпы адамды қаяқтан табады клиенттерді, негізі көбінесе олар? Енді қазіргі таңда біз бұл құрылыс саласында жүргеніме мен 4 жыл болғандықтан бізде сарафанка өзімде лично көбінесе жұмыс істейтін. Строительный компанияларым бар, сотрудничать ететін өзім бригадаларым бар, мысалы бізде объем көпті, Аллаға шүкір айтайын. Ал енді бастапқыда ең бастысы ол жақсы где-то 35-40% OLX. Клиент OLX-тен келеді. Сосын енді Найми.kz бар ғой, басқа да сайттар. Жалпы интернеттен клиенттер табу керек. Мынау қазір салынып жатқан этаж үйлерге бұны қолдануға болады ма, бұны? Биік үлкен үйлерге ше? Қараңыз, енді біз Аль-Фарабидің бойында Денис парк, Верхпановая, Sky Hills, ЖК Коктөбе Сити дегендерді қойдық та. Енді біздің сертификат, лицензия не позволять етеді бізге деген сұрақ болатын болса. Сізде беретін лицензия, аха. Ол сол үлкен компаниялармен жұмыс істеуге, серіктес болуға бізге мүмкіндік та үлкен. Өйткені бұл утепление әрбір проектта, үлкен проектта, любой жерде жилой комплекс салыныватсын, паркинг салыныватсын, міндетті түрде утепление жүреді. Утепление деген не? Утепление, мысалы, егер стяжка қойылатын болса, фундаменттің астынан келген суық стяжка мен фундаменттің астында утепление болу керек міндетті түрде. Өйткені ана бетоннан келген суық стяжка келген кезде ортасында конденсат в будущем жиналады тағын и трещина пайда болады. Сол үшін ортасында міндетті түрде утепление болу керек. Технология бойынша любой строительный компанияларда утепление ретінде пеноплекс, керамзит сондай жүреді. Бүткіл неде жилой комплекстарда ол проектта бар. Получается, жаңағы сіз берген сертификатпен мемлекеттік госпроекттерге айтқанда кіруге болады. Рұқсат бар, иә? Рұқсат бар. Соның утеплениесін алып кетуге болады, иә? Болады. Ағырай, ол госпроекттер сіздер мысалы қаяқтан аласыздар негізі? Сіздерге болды ма клиенттер госпроекттер? Олар бізге өздері шығады. Сарафанкадан қазіргі таңда үлкен жаңағы бригадирлар, нелер бар ғой, жаңағы прорабтар. Олардың барлығы біздің контакт номерді уже біледі. Бәрі бір-бірінен таратып кеткен, иә? И қазір керамзит пен пеноплексті заменять ететін пенобетон ғой қазіргі таңда. Үлкен прорабтар, кәсіпқой жаңағы нелер, құрылысшылар, олардың барлығы білетті. Қазір оған қарағанда, пеноплекс пен керамзитқа қарағанда пенобетон тиімдірек екенші. Уақыт жағынан, сапа жағынан. Түсінікті. Айтқанда былай атап өтейік, бізде клиенттер үйді енді бастап жатқан адамдар, және де ЖК-лар салып жатқан строительный компаниялар, иә? Осы жерден біз клиенттерді тауып аламыз негізі, иә? И кірпіш құюға болады. Қарапайым үйді салатын кірпіштен басталады, иә? Олардың арасында ең маржинальдысы қайсы, ең жақсы маржа түсетін? Енді ең жақсы маржа түсетін тек қана утепление. Утепление ма? Кірпіштен маржа, енді бір кірпіштен в среднем түседі, егер 800-900 теңгеден сататын болсақ, свет, аренда, анау-мынау, жаңағы сырье бәрін алып тастайтын болса, 50-60 теңге ғана түседі. Бір кірпіштен 50-60 теңге түседі, аха. Утеплениядан? Утеплениядан енді квадрат метріне байланысты в среднем 40% таза пайда түседі. Егер мысалы Алматы бойынша орташа есеппен 1 квадратқа қанша болады? Түсінбедім. Алматы бойынша жаңағы утепленияның 1 квадратты қанша теңге тұрады негізі? 2000 теңге. Орташа есеппен 2000 теңге болады, иә? Бұның таза пайдасы сонда 800 теңге ма? 800 теңге. Түсінікті.
жалпы сіздердің бір айтып кетейік 3 миллион ішіне кіретін нәрселер. Бұл 3 миллион ішіне бізде оборудование кіреді. Оборудование кіреді, сертификат лицензиясымен, толымыстю обучение кіреді, бастапқы қосалқы өзіміз клиент береміз. Бастапқы бірінші қосалқы клиентке бересіз, кейін болашақта да сіздерде егер де үлгермесеңіздер клиенттерге беріп тұрсыз. Обязательно, міндетті түрде. Серіктеске беріп тұрсыз. Қазіргі таңның өзінде бізден алған оборудование алған кісілерге таратып жатырмыз. Біз деген тек қана Алматы қаласы бойынша жұмыс істемейміз. Біз бұл оборудованияны басқа қалаларға сатып, басқа қаладан алған тұтынушылар бар ғой. Біз осы жерде өзіміздің таргетті жүргізіп, олардың ол жақта жүруін қамтамасыз етеміз, былайша айтқан кезде. Неге деген сұрақ болатын болса, өйткені бізге мысалы личный бренд дейді ғой, ККМ-строй компаниясын біз дамытқымыз келеді, түсініп тұрсыз ба? Басқа қаладан бізден оборудование алған клиенттерге біз осы жерден таргет өзіміз жүргізіп, өзіміз оларға клиент тауып беруге тырысамыз басқа қаладан, өзіміздің тәжірибе арқылы, клиент табу тәжірибесі арқылы. Ол ояқта жүргеннен кейін определенный ол құйған объект басынан определенный 100 теңге за квадратный метр біз өзіміз тауып отырамыз. Түсінікті. Клиент беріп тұрасыз, бірақ процент сіздерге, да? Түсінікті. Жалпы қазір сіз Қазақстан бойынша қанша оборудование өтті жалпы? Былтыр енді где-то 7 аппарат сатылды Қазақстан бойынша. Оның 6-ы қарқынды жұмыс істеп отыр қазір. 6-ы жұмыс істеп отыр. Қазір әлі күнге дейін жұмыс істеп отыр қазір. Енді Ақтау қаласында Ғабит деген кісіміз бар, полифасад несімен айналысады, Ғабит ағамыз. Ол кісі бір оборудование алған болады, қазір 2 оборудование уже заказ берді бізге. Бір оборудование бөлек, тағы да 2 оборудование. Жалпы 3 оборудование болып тұрады. Сол кездегі өзінің жұмысының керемет жүріп жатқандығын көруге болады сол. Әлі қай қалада Қазақстанда бос біздерде оборудование алмаған? Бізде көп. Жезқазған, Орал қаласы бос мысалы. Ояқта болған күннің өзінде де ояқта сапа жоқ та пенобетоннан. Біз естіп жатырмыз, бізге жетіп жатыр. Қазір Ақтау, Ақтөбе, Атырау қаласына ала бұйыртса Ғабит ағамыз қоямыз деп жатыр. Сосын басқа да орталық Қазақстанда жоқ. Орталық Қазақстан мен Батыс Қазақстан негізі. Солтүстік Қазақстанда жоқ. Жалпы оборудование таныстырып өтсеңіз, жаңағы 3 миллион ішіне не кіреді, қалай жұмыс істейді, соны туралы айтып жіберсеңіз жаман. Енді жалпы біріншіден жаңағы беретін бірінші объекттен бөлек, сертификат лицензиямыздан бөлек, жаңа 3 миллионға кіретін оборудованияның өзі СПУ 500 деп аталады, жарты кубтық. Бұл смена егер 8-10 сағат аралығында жұмыс істейтін болса, балалардың обедін учитывать ете отыра, онда бұл 350 квадратқа дейін құя алады. Бір күнде 350 квадрат құйып тастайды. 350 квадрат құйып тастайды. Орташа есеппен негізі бір қарапайым үйді алатын болсақ, ол 100 квадрат болады, айтқанда бір үйге. Түсінікті. Ал оған комплектующий уже осыған байланысты өзінің осыған таза орнатылған деп айтса болады. Осының характеристикасына керекті комплектующий компрессор кіреді. Компрессор минутына ресивері 105 литр, минутына 400 литр, минутына ауа айдайды атмосфера. Түсіндіңіз ба? Атмосфера, ол обязательно сондай характеристикамен етеді. И частотный преобразователь жаңағы әрбір двигательға нагрузка түспеу үшін в целях безопасности дейді ғой, былайша айтқан кезде автоматымен бірге жаңа частотный преобразователь ящик бар. Бұл жақта қазір ол шешіліп тұр, ревизия жасалып жатқан аппарат қой бұл. Бұл шешіліп тұр, сол кіреді блок управления полностью. Ол осы жаңағы 3 миллионға кіретін не. 5 миллионнан жоғары қартай машинасымен бірге кіреді уже. Түсінікті. Мынау транспортировкаға машина 3 миллион теңге осы кіреді, оборудование кіреді. Егер 5 миллион беретін болса, сіз уже машинаға салып реттеп бересіз. Машинасымен, бірақ олар бушный да уже кішкене. Бірақ қайтып айтсам болады. Не откатали сезон әлі, в хорошем состоянии барлығы. Енді обкаткадан шығып жатыр десек болады. 5 миллионнан жоғары. Бұл жалпы оборудование, бұл өзіңіздің оборудование, қазір бұл жұмыста жұмыс істеп жүрген оборудование. Сонда былай айтқанда сіз айына орташа есеппен қанша заказ болады сіздерде? Енді осындай бір оборудованияға. Заказ оборудованияның өзіне ма? Жоқ, сатуға емес, оборудование жұмысқа. Жұмысқа ма? Құюға, иә, құюға. Енді қазіргі былтыр біз үлгермейтінбіз. Былтыр енді мен даже шыны керек өтірік айтпай ақ қояйын, мен айта алмаймын. Мен күніне қанша заявка түсетін. В среднем 70 заявка түскен шығар маған былтыр. Күніне ма? Күніне. Менен сатып алған тұтынушылардың өзіне мен звондап, біз үлгермей жатырмыз, құйыңыздаршы, ұятқа қалып жатырмыз клиенттерге деген кезде, менен алған тұтынушылардың өзі, мен өзім ұятқа қалып жатырмын, сен алшы менен деп айтқан. Сізден алған клиенттердің өздері, клиент көп, клиент бар, сұраныс бар, үлгере алмай тұр. Даже ол кісілердің видеолары бар бізде, отзыв.
что действительно Инстаграмға көп. астында Инстаграм жазып кетемін, сол жақта жазылып тұрады негізі. Мысалы Жомарт деген кісі бар, Аха. ақсақал, ол менен 7,5 миллионға алып 3 айда ақтап тастады. 3 айда оборудование сатып тастады. 3 миллион теңге оборудование сатып тастады ма? Ол кісінің өзінің несі бар, даже видеосы бар бізде, отзыв, что действительно ақтап тастадым деп айтқаншы. Сосын мынандай, былтыр біз таза пайда, таза кіріс 5 миллион 600 мың теңге жасағанбыз. Айына бір оборудование 5 миллион 600 мың теңге. Бізге таза пайда. Таза пайда. Расход барлығын алып тастаған кез. Бірақ ол бір оборудование емес, менде 4 оборудование жұмыс істеп жатыр кезде. Біз одан көп жасайтын едік, бірақ бізде команда болмады, жетіспеді. Оборудование жетіспеді. Түсінесіз, рабочая сила таба алмай қалдым. Физикалық, негізі бұл кәсіпке сұраныс бар. Қазіргі таңда былтырдағындай емес, бірақ қазір түсті. Қазір орташа есеппен таза пайда 700 мыңнан 1,2 миллион дейін ғана айына алып келіп тұр бұл. Айына 700 миллион 200 бе? Сонда айтқанда біз былай қарайтын болсақ, орташа есеппен 3-4 айда ақтауға болады, түсінікті. Бұл жалпы производство қайықтікі? Бұл негізі оборудование Россиядан келеді. Россияда ойлап тапқан Россияның жігіттері. Жалпы технология россиянка. Технология жалпы россиянка. Бірақ біз бұл жаққа алып келіп, даже кабельдан бастап компрессор бәрін өзінің характеристикасына байланысты өзімізді работать еттік. Яқта сальниковый набивка деген болады ішінде. Оның барлығын бізден алған тұтынушыларға барлығын сборканың барлығын ревизиясын қалай жасау керек, комплектующий заттарды қаяқтан алу керек будущем. Оның барлығын біздің технологтар үйретеді. Негізі орташа есеппен бұл 350 квадраттағы тұрыс па? Күніне. Шамамен сізден сатып алған адамдар қазір 700 бен 1,2 миллион арасында жасап жүр ма айына? Енді таза пайда? Үшеуімен сөйлестім, біреусі осы айда таза пайда жасаған 680 мың. 680 жасаған, Ал енді мен өзіме кіргені 1,7 миллион осы айда. Сіз өзіңіз 1,7 миллион. Сіз енді наработный клиенттер бар, уақыт келе оған да жеткізе отырсыз ғой. Бұл кәсіпте сезон бар ма? Бар. Бұның сезоны где-то апрель айынан басталады, март айының аяғынан, и октябрь, ноябрьдің ортасына дейін. Ноябрьдің басы, октябрьдің аяғы. Жалпы бір заказ орташа есеппен қанша квадратқа келеді негізі? Бір заказ. Жай қарапайым үйді алатын болса, ол 100 квадрат деп орташа есеппен. Сонда получается бір күнде олар 380 квадрат жасайтын болса, 3 үйді бітіруге болады сонда? Егер 100 квадраттан 3 үй алуға болады ғой? 3 үй алуға болады, бір күнде. Енді ол былай, шыны керек. Мысалы, 100 квадрат Қаскелен қаласынан шығып, 100 квадрат Талғардан алатын болса, онда жолды да учитывать ету керек та. Негізі среден бір 2 үйді бітіруге болады бір күнде. Болады. Жалпы осы оборудованиемен жұмыс істеу үшін ең минимальный қанша жұмысшы керек? Енді бастап жатқан адамға қанша жұмысшы болу керек деп жатыр? 3 адам. Біреусі водитель-технолог. Водитель-технолог деген машина айдайды. Және де жаңағы қанша пеноконцентрация салу керек, қанша мөлшерде құм салу керек, қанша мөлшерде цемент салу керек, соны реттеп отыратын адам. Және салған кезде көмектесіп тұратын подсобник оған. И біреусі шланг ұстап тұрады, крышада болды. Так, 2 адам сонда? 3 адам. 3 адам, сырьені қаяқтан алады бұған? Химикат жаңағы айтқан. Сырьені в наличии әрдайым бізде бар. Өздері енді басқа жақтан тапса да алуға болады, бірақ бізде әрдайым сырьені бізден алуларына болады. Давайте, Атути, егер де сіздерден оборудование сатып алатын болса, сіз получается 3 миллион оборудование бересіздер, технологиясын оқытасыздар, бірінші клиент тауып бересіздер, лицензия, сертификаттарын бересіздер, осы нәрселердің барлығы кіреді. Негізі, егер де желаниесі болса, көлікпен де алуға болады. Бұның передвижениесін көлікпен жасай ма, тек қана осыны? Жоқ, полуприцеп дейді ғой мысалы. Полуприцеп алып келсе, соған да жинап бере аламыз. Жалпы салмағы қанша бұның? Ар кетсе барлығын қосқан кезде 150 килограмм. 150 килограмм болады, түсінікті. Сосын жаңағы бұның характеристикасына жаңа айттым ғой 150 метр квадрат күніне құя алады деп. Сол кезде тағы да бір айта кететін жайт, соған қоса кететін қосалқы. Бұл 30 метр биіктікке, ұзындығынан 100 метрге смесь айдай алады. 100 метрге дейін смесь алады, D300 деген. Сонда 30 метр биіктік шамамен бұл біз 4-ші этаждай жерге биіктік бар ғой. 4-5 этажға 4-5 этажға жеткізіп береді. А егер компрессорды арендаға алып, компрессорды более производительный қоятын болса, ол онда одан көп биіктікке айдай алады. Пенобетонның басқа бұл стандартный комплектацияда жүретін, яғни 30 метр биіктікке 100 метр ұзындыққа жаңа пена құйып береді. Сосын бұл оборудованияның үлкен тағы бір преимуществосы, жаңа айттым ғой, 3 в 1 деп. Кровля, крыша и пеноблок құя алады деп. Одан бөлек бұның сапасы мықты да. Түсініп тұрсыз ба? Бұл келдіңіз, жұмыс барысын бастап кеттіңіз. 15 минут уақыт кететін дайындалуға. Бастауға ма? Бұдан бөлек тағы да басқа оборудование түрлері бар, пенобетон құятын. Олардың сальниктары шыдамайды.
ондай нагрузка түсіндіңіз ба? Просто біреулер айтады да, пенобетонды оказывается құмсыз құю керек екен деген сияқты. Енді ол под себя шығарып алған адамдар көп та. А мына оборудование ең қолайлы, ең сапалы, ең тиімді деп айтуға мен уверен айта аламын. Мынау бұл срок бересіз, срок бонус бере ма сіздерде? Иә, бір сезон гарантия беріледі. Бір сезон, бір жыл сіз получается гарантия бересіз өзінің оборудованиеңізге, иә? Егер де клиент бір жерге дұрыс емес болса, сіз жөндеп бересіздер. Түсінікті. Құрметті достар, егер де осы кәсіп сіздерге қызық болатын болса, осы видеода қазір телефон номер, инстаграмын қалдырамыз, телеграм каналын қалдырамыз, видеоның астында описаниеда барлық информациялар сіздерге тұрады. Егер де осы кәсіпті бастағыларыңыз келсе, Қуаныш мырзамен жұмыс істейміз десеңіздер, хабарласса болады. Сіздер барлық сұрақтарға жауап бересіздер, жаңадан кәсіп бастағыларыңыз келсе, осы кісіге хабарласыңыздар. Бізде телефон номерлары арқылы өзіміздің менеджерлар, технологтар сояқтан барлық сұрақтарға жауап алады. Амир, Шерхан деген жігіттер бар, және де Әлібек, Елдар деген технологтарымыз бар. Осымен кім пенобетонмен айналысқысы келсе, міндетті түрде хабарласыңыздар, барлық сұрақтарға жауап береміз. Іскердің кезекті шығарылымы аяғына жетті. Соңына дейін видеоны көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Каналда жаңа видеолар көбейсін десеңіздер, не істеу керек екенін білесіздер ғой. Лайк, комментарий, подписка. Бұл іскер соңы рахмет. Кәсіппен айналысыңыздар.